Мен қырғыз бауырларым жақсы көрем. Қазақ қырғыз бір туған. Қытайлар біздің жүрегімізге қолқамызға кіріп алды. Мұнайымызды алды, газымызды алды, алтынымызды, уранымызды, мысымызды алды. Енді жолымызды салып жатыр. Мына жеп отырған картоптың, помидорыңа дейін, бұрышыңа дейін Қытайдан келеді. Білмеймін енді. Тіпті осы өлгенде өлігімізді орайтын кебінімізге дейін Қытайдан келетін болып тұр. Біз міне бір байпақ немесе бір дамбал өндіре алмайтын сорлы елге айналып отырмыз. Тарихқа қайтадан зер салатын болсақ, өткенгі бірнеше мың жылдар бойында, әсіресе хан династиясы кезінен бастап, Қырғызстан Қытайдың территориясы. Хан Уди империяның, хан Уди Қытайдың патшасы, хан Уди империясы кезінде Қытайдың басқару көлеміне енгізілген. Тарихқа назар салатын болсақ, хан династиясынан бастап Қырғызстан Қытайдың территориясы. Хан Уди патшаның заманында Қытайдың басқаруына енгізілген деп айтады. Таң династиясы кезінде Анши Духу мекемесінің басқаруына берілді. Тіпті Юан династиясына дейін жалғасты. Чин Чаушичи Душы Чунголингту. Чин династиясы кезінде де ол Қытайдың территориясы еді. Гін Чунхуа Минзу Жаурыңлы Жиченен шыженлі. Қытай ұлтыменен бірнеше мың жылдан бері сіңісіп, араласып қоныстанды дейді. Жаурың деген өзара сіңісу, бірінің ішіне бірі кіріп кету. Енді ары қарай Қырғызстанның картасын берген мынарада. Қырғызстанның картасын берген. Әрине бұның ішінде Қырғызстанда бірге кетті. Бейне Қырғызстан, бейне Монголия сияқты ежелдің ежелінен ықылым заманнан бері Қытайдың территориясы болатын дейді. Ары қарай мынандай тағы бір сойқан картасын береді. Сөйтіп, онысын жаңағы дәлелдеп отыр. Қытайдың картасы деп. Қытайда шыққан мақалаға Бишкек жооп береби? Қытайдың маалымат сайттары Қазақстан жана Қырғызстан жайгашкан аймак мурда Цин империясына караштуу болгон деген маанайдагы макалаларды жарыялай баштады. Буга байланыштуу Казакстан Кытайга наразычылык нотасын жолдоду. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азырынча маалыматка реакциясын билдире элек. Кыргызстан Кытайдын жери болгон деген мазмундагы макала Кытайдын Toutiao.com аттуу белгилүү сайтына 11 апрелде жарыяланганы дайын болду. Казакстандык активист Серикжан Билаш Кыргызстан эркиндик алгандан кийин эмне үчүн Кытайга кайткан жок деген тема менен жарыяланган макаланын ар бир сүйлөмүн окуп, аны казакча которгон видеосун 14 апрелде жарыялады. Кыргызстан хан династиясынын тушунан берки миңдеген жылдар бою Кытайдын аймагы болгон. Юан жана Цин династияларынын тушунда дагы Кыргызстан Кытай менен аралашып жашаган. Цин династиясынын акыркы жылдарында Орус империясы Борбор Азияны өзүнө карата баштаган. 1864 жылы Орус империясы кубатын жоготуп койгон. Цин императорун түндүк батышындагы 440 000 чарчы чакрым аяттан баш тартууга аргасыз кылган. Андан соң дагы 70 000 чарчы чакрым аянтын тартып алган. Ошондо Кытай жалпысынан 510 000 чарчы чакрым жеринен айрылган. Бүт Кыргызстан мына ошол аймактын ичинде турат. Кыргызстан Монголия сыяктуу эле байыртадан бери Кытайдын аймагы деп которду Билаш макаланы. Макалада ошондой эле Кыргызстан Кытайдын курамында турганда абдан бай жашаган. Азыр дүйнөдөгү эң кедей өлкө. ИДПсынын жан башына бөлгөндө $1000 гана тиет деп өлкөнүн экономикалык абалын да талдаган. Буга Удали Кытайдагы дагы бир белдүү маалымат агенттиктердин бири Sohu.com эмне үчүн Казакстан Кытайга кайткысы келет деген макаланы жарыялаган. Анда Цин империясынын тушунда казак уруулары Кытайга баш ийип турганы жазылган. Жунгар хандыгы кулагандан кийин 18-кылымда казактын улуу, кичүү жана орто жүз уруулары бара-бара Цин империясынын карамагына өткөн. Апийим согушунан кийин 19-кылымда Цин империясы мурдагы кубатынан тайган. Ошол учурда Кытайга караштуу жерлер, анын ичинде Казакстандагы Орусиянын курамына өтүп кеткен. Мына ошентип жер бөлүштүрүүдө Кытай Казакстандан айрылып калган. Ушул тапта Кытай Казакстанга көп инвестиция салды. 400
миң Кытай жараны Казакстандын ар кыл тармагында тынымсыз иштеп жатат. Казакстандын кичи шаарларында жашаган тургундар өздөрүн Кытай акыны Ли Бонун 8-кылымда жашаган Кытай акыны урпагыбыз десе, дагы бир дары өздөрүн Хансу деп эсептешет деп жазылган макалада. 28 мартта жарык көргөн бул макаланы казакстандык интернет колдонуучулар кызуу талкуулашты. 14 апрелде Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Шахрат Нурышев Кытайдын Казакстандагы элчиси Джан Сяону чакырып, сөз болуп жаткан макаланын мазмунуна нааразы экенин билдирип, Бейжиңге нааразычылык нотасын жолдоду. Казакстандын тышкы иштер министрлигинде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чжан Сяо менен жолугушуу болду. Анда Кытайдагы маалымат агенттиги жазган макалага казак тарап нааразы экенин билдирди. Мындай маалыматтар Кытай менен Казакстандын өлкө башчылары 2019-жылы 11 сентябрда ар тараптуу түбөлүк кызматташтык тууралуу кол койгон келишимге каршы келет деп маалымдады мекеме. Адатта дүйнөдөгү ар кыл окуялар тууралуу социалдык тармактарга көз карашын ачык жазган Кытайдын Казакстандагы элчиси Джан Сяо бул жолу эч кандай пикирин билдирген жок. Кытайдын Казакстандагы элчилигинин расмий сайтына да чуулуу макала тууралуу эч кандай билдирүү жарыяланбады. Кытай дүйнөдө экономикасы жактан АКШдан кийинки эле держава. Бул өлкө Казакстан 11 миллиард доллар, Кыргызстан 1 миллиард 700 миллион доллар карыз. Мына ушул себептен уламбы буга чейин расмий Бишкекте, расмий Нур-Султанда Кытайдагы боордошторунун саясий лагерге жапырт камалып жатканына нааразычылык билдирип койгонго батынган эмес. Казакстан тууралуу макала жарыялаган Сохуком Кытайдагы ири маалыматтык интернет платформалардын бири. Баш кеңсеси Бейжиңде жайгашкан. Кытай өкмөтү менен тыгыз байланышта иштейт. Компаниянын акциялары АКШдагы дүйнөлүк биржада илинип турат. Ал эми Кыргызстан тууралуу макаланы чыгарган. Toutiao.com сайтынын туруктуу окурмандарынын саны 750 миллионго жакын. Баш кеңсеси Бейжиңде жайгашкан бул компаниянын жетекчилиги да Кытай бийлиги менен тыгыз иштешет. Булак Азаттык. Әрине, бұнан да тысқарысы бар. Ең типтік мысалы, Совет одағы ыдырағаннан кейін, Қырғызстан тәуелсіздік алғаннан кейін, олар неге отанымыздың құшағына қайтадан оралмады? Үш түрлі өте маңызды себебі бар дейді. Арғарай мынандай бір фотоны көрсеткен. Қырғызстан дербестік алғаннан кейін, мемлекеті тақыр таза кедей болды дейді. Бұл жерде Чункун Ляудау деген сіңір шыққан кедей деген сөз. Кедейліктің ең шегіне жеткен деген сөз. Үрерге иті жоқ, сығарға биті жоқ деп айтушы еді ғой. Тура соны Чункун Ляудау дейді. Жамбаға алмай қалған деген сөз. Мыналардың қорлығын қараңдаршы, бүйтеді. Қырғызстан тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекет дейді. Ижі дейді. Әліге дейін бастан ақыр дейді. Сіңір шыққан кедей болды дейді. Ол дербестік алғаннан кейін ендеше не үшін отанымыздың құшағына қайтадан оралмайды? Бұның үш түрлі себебі бар дейді. Үш түрлі себебі бар дейді. Арғарай міне қырғыз бауырларымыздың туын көрсетеді, көріп тұрсыздар. Енді арғарай тағы аударам. Біріншісі, Минзуда пи тұңқа дейді. Ұлттың ассимиляциялану дейді. Қырғызстан мұңғылдардың кейінгі ұрпақтары, әулеттері. Әрине, біздің отанымыздың ішінде де қырғыз ұлты бар. Бірақ ұзақ уақыт орыстардың контролдауында болғандықтан Қырғызстанда қырғыздар орыстанып кетті. Және орыстар жағынан ассимиляцияға ұшырады. Ұзақ уақыттық тарихтан қарағанда, тіпті осы жақын замандағы тарихи байланыстардың үзіліп қалуына байланысты Қырғызстанның отанымызға деген мойындауы өте төмен болды дейді. Жынтың деген сөз мойындау, өзім деп қарау. Мысалы, Америкада бір қазақ болса, біз оны қазақ деп мойындаймыз, түріміз ұқсас. Біз соны жынтың, оның қазақтығын мойындау, өзімізге балау. Мына жерде жынтың деген сөз соны айтып отыр. Жын деген мойындау, тану, солай деп қарау, Тұң деген бір деген сөз, яғни бірдей ұқсас деген сөз. Яғни Қырғызстанда дейді отанымызға деген жаңағы мойындауы дейді.
Көрдіңіз ба? Біз Қытайдың жеріміз деп мойындауы өте төмен болды. Бұл дейді өте маңызды дейді, және ең шешуші түйіні дейді. Ары қарай тағы бір фотоны береді, міне. Ары қарай тағы аударайық.